Қимақ қағанаты 9-11 ғасырлар. Бүгінгі сабақта жоспар бойынша бізде қимақ қағанатының құрылуы, одан кейін қимақтардың мемлекеттік құрылымы, қимақтардың шаруашылығы мен мәдениеті, сыртқы саясаты және мемлекеттің құлауы. Қимақ қағанатының құрылуы 8-9 ғасырлар аралығында солтүстік шығыс Қазақстан аумағында қимақ тайпалар одағы қалыптасты. Қимақтар туралы араб, парсы, түркі және Қытай деректерінде айтылған. Осы деректер негізінде қимақтардың Батыс Моңғолия даласында өмір сүргенін білеміз. Қимақтар ол жерден 7 ғасырдың ортасында Алтай таулары мен Ертіс бойына қарай көшті. 656 жылы Батыс түрік қағанаты құлауының негізінде қимақ қағанатының бөлектенуі пайда болды. Қимақтар тайпасының басшысы Шат Түтік лауазымын иеленді. Яғни оның аудармасы Шат Түтіктің билеуші көсем деп аударылады. Қимақтардың батысқа қоныс аударуына жайылымдар қажеттілігі, Енисей қырғыздармен қақтығыстар, ұйғыр қағанатының қысымы ықпал етті. Осы себептер арқылы қимақтар батыс аумаққа қарай көше бастады. Қимақ қағанатының құрылуы 9 ғасырдың ортасында аяқталды. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оған енген тайпалардың бір бөлігі қимақтарға қосылды. Қимақ тайпалық одағының басшысы Қаған деген лауазымды иеленді. Сабағымыздың екінші жоспары қимақтардың мемлекеттік құрылымы. Қимақ қағанатының құрамына бірнеше тайпа енді. Олардың ішіндегі сан жағынан басымы Қыпшақтар тайпасы болды. Мемлекеттің орталығы Ертістің жоғары жағында орналасты. Қимақтардың қол астындағы барлық халық иеліктерге бөлінді. Шығыс Қазақстандағы қимақ кезеңінің ескі қорымдары оларда жерлеу салтының әртүрлі болғандығын көрсетеді. Мұның өзі қимақ одағына енген тайпалардың көп екенін дәлелдейді. Қимақ қағаны нақты билікті иеленді, яғни ол барлығын басқарып отырды. Ол жер иеліктерін тайпа көсемдеріне әскери қызметте сіңірген еңбегіне қарай үлестіріп отырды. Өзі қағанаттың жоғары бас қолбасшысы саналды. Иелік билеушілері қаған әскеріне белгіленген мөлшерде жасақ яғни әскер беріп отырды. 9 ғасырда қимақ билеушісінің әскері рулар жасағы ретінде құрылып, салт аттылардан тұрды. Деректерде қимақтардың жауынгерлігі мен қағанның күш-қуаты атап көрсетіледі. Онда былай айтылған: қимақ әміршісі ұлы патшалардың санатында және беделі жағынан даңқтылардың бірі екені айтылған болатын. Қимақтардың темір сауытты атты әскері және де көптеген қамал қалалары болды. Жергілікті жер билеушілері билікті мұрагерлікке, яғни өзінің баласына беріп отырды. Алайда оның нақты билігін Қаған ғана бекітетін еді. Енді қимақтардың шаруашылығы мен мәдениетіне келеміз. Араб ғалымы Әл-Идриси 16 қимақ қаласын атап көрсетеді. Яғни қимақтардың даласында өздеріне тиесілі 16 қала болған. Бұл қалалардың басым бөлігі Ертіс және Алакөл аймағында орналасқан. Қимақтардың егіс алқаптары, қалалары мен қоныстары туралы айтылады. Қағанның Ертіс бойындағы ордасы Имақия қаласы туралы араб саяхатшылары жазып қалдырған. Қимақтар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан болатын. Қимақтар жазу ретінде көне түркі әліпбиін пайдаланған. Ертіс бойы мен Тарбағатай тауларын археологиялық зерттеген кезде 9-10 ғасырларда көне түркі жазулары табылған болатын. Қимақтардың дініне келетін болсақ, олар Тәңірге табынып, ата-баба рухына сыйынған. Ендігі қимақтардың сыртқы саясаты. Сыртқы саясатта қимақ қағандары айтарлықтай батылдық танытты. 9 ғасыр ортасына қарай олар шығыстан Алтайдан батысты Жайыққа дейінгі тайпаларды біріктірді. Қимақтардың Енисей қырғыздарының еліне баса көктеп кіруі туралы деректер тарихтан белгілі. Қимақтар оғыздармен бейбіт қарым-қатынас орнатты. Көрші мемлекеттер қимақтардың жеріне шабуыл жасап отырған. 10 ғасырдың басында қимақ қағанатының шекарасында тыныштық орнады. Әскери шабуылдар көбінесе көршілердің тату қарым-қатынасымен алмасты. Бұған Еділ бойынан Орта Азиядан қимақтарға барған көптеген сауда жолдары дәлел бола алады. Ұлы Жібек жолы да Ертістегі қимақ қағанатының ордасына жеткен. Ендігі жоспарымыздың
соңғы бөлігі ол мемлекеттің құлауы. Яғни Қимақ мемлекетінің құлау себептерін қазір айтамыз. Қимақ елі қуатты мемлекет еді. Алайда 10 ғасырдың екінші жартысынан оның құлдырау белгілері байқала бастады. Орталық биліктің әлсіреп, Қимақ мемлекеті ыдырады. Қимақ мемлекетінің ыдырауы оның бірінші себебі жеке жер иеліктерінің билеушілері өзара дербестікке ұмтылды. Яғни олар өздері осы Қимақ мемлекетінен бөлініп шыққысы келді. Екінші себебі Қыпшақ көсемдері дербес мемлекет үшін күресті. Ол кезде жаңағы Қимақ мемлекетінде Қыпшақ тайпасының саны көп болғандықтан олар өздері жеке мемлекет құрғысы келді. Сол үшін олар өздерінің мемлекеті үшін күресіп бастап, осының бәрі мемлекеттің құлауына жеткізді. 11 ғасырдың басында Қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатты. Оның жер аумағы Қыпшақтарға өтті. Осылайша Қимақ кезеңі аяқталып, Қыпшақтар тарихы басталады.